патша болыпты да, ұлы патша ұлыма көп жерлерді басып алған, күші көп екен, қалеген нәрсесін істей алатын дәрежеде күшті екен да. Сөйтіп тұрып әскерлерін бәршесін алып жол жүрді да. Жол жүргендегі мақсат жолындағы әрқандай мемлекеттерді басып алу. Бұл жерді жер жүзіне иелей жақ болыпты да. Сондай мақсатпен әрекет етіп, алдынан шыққан сарайлардың бәршесін, ауылдарды бәрін қырып жойып, бойсұнғандыларын бойсындырып, бойсұнбағандыларын түсінген шығарсыз иә. Сондай қылып алдынан шыққан мемлекеттердің бәрін басып ала берді патшалықтарды. Сөйтіп тұрып алдынан бір үлкен дария шықты да, дариядан өтейін десе толқын қатты күшті екен ода. Өтуге әрекет еткен уақытында кемелер, кішкентай кемелермен өтуге әрекет еткен уақытта дария ағысып кете берді бәршесін. Сөйтіп тұрып олар дариядан өту үшін әртүрлі жоллар іздепті да, бірақ ешқайсысы келіспепті. Не істесе келіспепті. Кімдер айтыпты, көпір құрайық депті. Көпір құрып болып енді жүрейін деп жатса, және су ағысып кетеді екен. Сөйтіп тұрып көп уақыты кетіпті жаңағы патшаның. Енді һәмме жерін басып алды, енді дариядан өтсе болды, кейінгі мемлекеттерді басып алу керек. Сөйтіп тұрып вазирлеріменен бәршесімен ойласып, не істейміз енді, қандай қылып жол салсақ болады бұған деп һәммесі ойласып отырса, ішіндегі біреу айтыпты, пәленше деген бір дана бар, соны алып келейік біздер. Сөйтіп содан маслихатласайық. Бәлкім мына жерге шешім тауып берерміздер. Яқшы, дана инсанды тауып алып келіпті да, одан сұрапты патша. Мен дарияның ар жағынан өте жақпын, бірақ неге еш өте алмай жатырмын? Көпір соғамыз, көпірімізді ағысып кетеді, я болмаса басқа әрекет істейміз, ешқайсысы келіспей жатыр. Олма дарияның ар жағынан өте алмай жатырмыз. Не үшін? Бұған өтуге шешім тауып бер. Жаңағы дана инсан сұрау беріпті да, дарияның ар жағында не істей жақсыз? Ол жаққа барудың мақсаты не десе, мен сол жерге шекем патшалықларды, мемлекеттерді, халықтарды басып алдым. Енді дарияның ар жағына өтіп, дарияның ар жағындағы мемлекеттерді басып ала жақпады депті да. Демек көпір соғудан ниет дарияның ар жағындағы халықтың басып алу ма десе, ауа. Онда көпірін әмелге аспайды. Неге? Десе, себебі сенің ниетің дұрыс емес. Сен тыныш жасап отырған халқылардың тыныштылығын бұза жақсаң, һәм көп адамдарға азап бере жақсаң, соның үшін де әлем сенің жолыңды тосып қойды. Ал егер сен дарияның ар жағына өте жақ болсаң, сен ниетіңді тура қыл. Мен дарияның ар жағындағы халқыларды көріп қайта жақпан, олармен танысып қайта жақпан, олармен дос бола жақпан деген ниет етсең, саған жол ашылады депті да. Ол патша ойланып көріп, мәйлі басып алмасам да көзіммен көріп қайтайын деп ниет еткеннен кейін дарияның суы тынықласып өтуге мүмкіндік ашылған екен. Яғни бұл уақиғадан біздер нені түсінеміз? Бұл уақиғадан адамның ниетін түсінсек болады. Мысалы, не нәрсе істей жақ болсаңыз, қандай жұмыс бастай жақсыз ба, қайсы кәсіпті бастай жақсыз ба, кімменен дос бола жақсыз ба, кімменен араласып қатынаса жақсыз ба, алдынан бірінші ниетіңізді туырлап алып, кімнен пайдаланамын, кімнен өзімнің жеке мәпім үшін қатынасамын, я болмаса қайсы бір кәсіп иесі болып адамдарға көрсетіп қоямын, яки рауажланып байып кетіп, баяғы маған жақсы емес мөнәсәбетте болған адамдардан өш ала жақпан деген ниет болатын болса, әлем ондай адамның ниетін әмелге асырмайды. Түсіндіңіз ғой? Соның үшін сіздер не нәрсе істей жақ болсаңыз да бірінші ниетіңізді көріп шығың. Бірінші көріп шығың, асықпай. Одан кейін сіздерге жол ашылып бастайды. Ал не нәрсеңіз келіспей жатырған болса, демек сіздерде сол нәрсеге әмелге аспай жатырған болса, ойлаған нәрсеңіз, демек сол жерде ниетіңіз дұрыс емес.